Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Бірнеше ұл бар, немесе бірнеше қыз бар деген сияқты, иә. Бірнешеуі қатар үйреніп жатқан болуы мүмкін, да. Бірнешеуі бірден қатар үйреніп жатқан болуы мүмкін. Сол кезде бір деңгейлес, бір екеуі ма, үшеуі ма пайда болып қалады ғой сіздің отбасыңызда, екеуі, үшеуі пайда болып қалады, бір деңгейлес. Сол кезде бір-біріне жасыра бастайды. Менде солай болған, да. Бір-біріне жасыра бастайды. Біреу айтады, мынау не дейді. Ол айтады, бұл мынандай нәрсе дейді. Мынандай әріп дейді. Ол бір 10 шақты әріп үйреніп қойған ол кезде. Дәл, зәл, ра, зән үйреніп қойған. Тіпті син, шин, сад, датқа дейін барып қойған болуы мүмкін. Сөйтесіз де, ана өзара бір-біріне сұрақ қойғызып қоясыз. Керемет тәсіл. Бұл да керемет тәсіл. Енді арасынан бір шамалы, бір жақсылау пайда болады. Енді үлкені ма, екіншісі ма жақсы болып кетеді. Сол енді сол лидер болып шығады, арасында лидер болып шығады. Біреу ұстаз болып шығады ғой, былайша айтқанда. Сіз оған көбірек мән бересіз, анаған қарап отыр дейсіз, мынаған қарап отыр дейсіз. Сонда бір деңгейлес, яғни бұл тәсіл өте маңызды. Бір деңгейлес шәкірттерді, шәкірттер деп ғой, бір деңгейлес ұрпақтарыңызды, балаларыңызды, қыздарыңызды бір-біріне сұрақ қойғызып қоясыздар. Жақсы тәсіл бұл да. Жаздырту деген тәсіл міне. Бұдан алдын мен дайындалған едім, сіздерге компьютерға жазған едім. Жаздырту деген тәсіл өте керемет. Оның бәрін жазып жатпайды ғой. Бір 5 әріп үйренді ма, 6 әріп үйренді ма? Ақыры жазып жатыр ғой, қабырғаға жазып кетеді, шимайлап, шимайлап жазып жүр бұрыннан, соны не істейсіз? Жазып көрсетесіз. Жазып көрсетесіз, осыны қайталай деп қоясыз. Соны жаза бастайды. Бір ақ әріп жазады, 5 ақ әріп жазады, ручкамен кәдімгідей әріптер жазады. Жазған кезде көп қалады, миында көп қалады. Бұрыннан ықылап жүрген бол, қамшылап жүрген болыңыз мүмкін, да. Бір 20 әріпке барған кезде миына сыймай бастайды уже, ол сыймайды. Мектеп бар мына жақта, сол кезде не істейсіз? Бір тәсіл жаздыртасыз. Жаздырту деген өте керемет тәсіл бұл да. Керемет. Әріп қой, сөйлем дегенді, сөз дегенді білмейді ғой, тек қана әріпті жаздырта бересіз. Бұл өте жақсы тәсіл. Енді бар ғой, баланың көңілін үнемі қандай бір ситуация болып қалса да, бір әріпке қарай соның көңілін аударып отырасыз. Бір қандай да бір тәсілде, анау кәф әрпіне ұқсайды деген сияқты да, мәселен. Бір, білмеймін енді, бір үйдің ішіндегі зат болсын, даладағы зат болсын, көшедегі зат болсын, мәселен, ләм әрпіне ұқсайды деп қоясыз. Кез келген сәтте, енді сіздің мақсатыңыз 28 әріп қойыңыз. 28 әріпті сіз балаңызға, немесе қызыңызға естеу, соны ұғындыру ғой. Негізгі мақсатыңызға жетуіңіз керек қой, қалай болғанда да жетуіңіз керек қой. Кез келген моментте сол, мәселен, сіз 17-18 әріп жаттап қойды дейікші, ең соңғы екеуі оның миына кірмей жатыр. Сол кезде не істейсіз? Бір заттарды сол оның миына кірмей жатқан әріпке бір ұқсатып қоясыз өзіне ше. Мынау сондай екен дейді, деп қоясыз да. Сол кезде ол деп қалады. Оның өзі бір 2 әріпті миына кіргізіп жіберуіңіз мүмкін, да. Бір ғана мысал арқылы миына кіргізіп жіберуіңіз ықтимал екен. Бұл да бір тәсіл екен. Мұны бір мәселе бар екен. Кирилл графикасын қолданамыз ғой біз. Қазақ әріптер деп қояқшы, 42 әріп. Осы 42 әріппен салыстырып отыру. Осы 28 әріпті, мәселен, 20 әріп үйреніп қойды деп ойлайықшы, сол 20 әрпінің әр қайсысын біздегі, мәселен, олардағы Л бар ғой, Л екі шетіне жалғанған кезде тура біздің Л-мен сәйкеседі. Мәселен дегенімді салыстырып отыру. Немесе дыбысын салыстыру. Дыбыс бар ғой, мәселен,
арабтың әріптерінде де р деген дыбыс береді. Дәл осы р мына бізде де бар ғой деп р-ны жазып қойды. Мына біздің қазақша р бар ғой, сол арабта да р деген бар екен ғой дейсіз де, арабша р-ны көрсетіп қоясыз. Яғни көрейінші мына. Мәселен, салыстырып отыру. Біздегі 42 әріппен салыстырып, дыбысын салыстырсаңыз да бола береді. Осындай бір тәсіл бар екен. Бір күнделік бар ғой, мектепте күнделік болады ғой, дневник дейміз ғой, дневник. Соны мен пайдаландым. Балаларыма пайдаландым. Мәселен, бүйтесіздер. Ескіріп қалған күнделіктер бар ғой, ескіріп қалған күнделіктер. 5 күндік болсын, бұрынғылар 6 күндік қой, сөйтесіздер. Енді бұл қулық қой ол да. А деп қоясыз да. Екінші күнге Б деп қоясыз. Үшінші күнге С деп қоясыз. 6 күнге 6 әріп жазып қоясыз да. Міне бүгін менің балам, менің қызым 5 қоямын бұған дейсіз. Міне 5-ші әріпті маған тапсырды дейсіз. Ана шешесі, анасы, қара менің балам, менің қызым үйтті, бүйтті. Әкел, күнделігіңді әкел. Күнделікте әріптер ғана жазылған ғой. Сөйтесіз де күнделігіне 5 қойып бересіз. Ол разы болады, ол бала разы болады. Күнделік кәдімгі мектептегі күнделігі ғой, мәселенше. Соған баға қойып отырасыз. 4 қоясыз, 5 қойып қоясыз. Шектеу жоқ. Мектепте 5-пен шектеледі ғой. Сіздің бағаңыз 6 қойып қоясыз. Эффект мықты ода ше. Осындай. Біраз мәселелер, сұрақтар болып қойған екен. Қанша жастан бастап үйренсе болады екен дейді. Енді мен өзімнің немнен бастадым ғой, өз үлкен ұлымнан бастадым, 3 жасынан бастадым. 3 жас өте жақсы. 3 жасқа келген кезде 2 әріп үйретесіз ғой. Менің ұлым 2 әріпті 1 апта жаттаған, 1 апта. Мынау не дейміз? А дейді. Мынау не? Б. Б деп қоямыз. Одан кейін шатастырып қоясыз да, мынау не дейсіз? Ол енді А ғой, оны Б деп қояды. Жоқ дейсіз. Миына кірмейді. 1 апта бойына 2 әріпте жүрдік қой, 1 апта бойына, 1-7 бойына 2 әріп үйреттік. 3 жасқа қадам басқа, 3 жас деп ала берекші, 3 жасқа 1-2 ай қалған. 3 жас болмаса да енді 3-4 жаста нетсе болады. Қанша жастан бастап үйренсе болады деген сұрақ қойылды ғой. Сол кісіге жауап беріп жатқаным ғой. Содан кейін енді бауырлар бір 10 шақты тәсіл кетті. Егер уақыттарыңызды алып жатқан жоқпын ба? Ары қарай кете береміз ба? Мәселен, біраздан бері мен әріп үйретіп келе жатырмын ғой. Осы 1,5 жылдай болды. Әріптен бастап топ жинаймын. 10 оқушы, 15-20 оқушы, кейде одан да көп оқушы жинаймын да. Сөйтемін да оларға әріп үйрете бастаймын. Тек қана балалар емес, үлкен кісілер, он топта бәрі бар ол жерде ше. Сол жерде мен те қазір действующий, осы уақытқа дейін мен 6 топ үйретіппін да, 6 топ болыпты. Одан да көп болған ғой, қазір действующий оқып жатқан топтарды айтып отырмын да. Солардың арасында мектеп жасындағы оқушылар да бар. Көп ондай да оқушылар. Сосын ата-аналары қадағалап отыратын оқушылар көп. Оқушыларыңызды осы не арқылы онлайн курстарға берсеңіздер болады. Балаларыңызды 8 жасар, 9 жасар, мәселен, менің туған жиен қызым бар. Мен туған әпкемнің қызы ғой, Каусар деген. Ол 8,5 жаста қазір. 8 жастан асты. Қазір 0-ден бастаған. Мен де оқып жатыр. Ол басқа қалада, мен басқа қаладамын.
қазір Құран кәрімді жаза береді. Қате кетсе қайттан қайта жіберем, қайттан жазады, қайттан қайта жіберем, қатесі аз болған кезде ғана өткізем, қабылдаймын. Сондай курстарымыз да бар. Онлайн түрде де қатысса болады, бала да қатысса болады. Сіздердің өздеріңізде онлайн біздің онлайн курстарымызға қатыссаңыздар болады. Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым.